мынау кәдімгі үйлер қисығының астында тұрған мынаның түгелінің ауданы жалпы бірге тең. Сосын біз кесте арқылы нені таба аламыз? Кесте арқылы біз оң тұрған жақтардың қандай деп осының мына жағының ғана ауданын таба аламыз. Енді логикаларын қосып көріңдерші, мына бір жердің ауданын табу үшін мен не істеуім керек? Мынаның ауданын табу үшін. Бізде екі аудан керек. Ана минус шексіздіктен 1,12-ге дейін және минус шексіздіктен 2,34-ге дейін, және оларды азайтамыз. Екіншісінен біріншісін. Дұрыс, міне қараңдар балалар. Мына бір бояп қойған мына ауданымыз, ол мына бір 2,34-ге дейін біз кестеден қарай аламыз, осының түгелінің ауданын кестеден қарай аламыз. Осының ауданынан алып тастауым керек мен. Жерде 2,34 емес, енді 1,2-ның. Міне 2,34-дің ауданынан 1,2-ның ауданын алып тастаса, мына бір как раз мынау шығады. Түсінікті ма? Тең. Ол деген жаңағы P, жаңағын айттым. Мынау дегеніміз Z кішіне тең 2,34. Осыдан алып тастаймын P, Z кішіне тең 1,2-ні. Тең болады. Давайте P, Z кішіне тең 2,34-ті қарайық. Ол үшін кешегі стандартта неге барамыз? 2,34, яғни 2,30 міне. Енді 4. 2,30, 31, 32, 33, 34 көріндер ма? 99,04. Сосын 1,2-ні қарайық, сразу енді қайта-қайта әйтті еқі. 1,2 міне тұр. Ол 1-ден 1,2, ары қарай 0-ден несі жоқ қой. Міне мынау бізде 1,2, 88,49. Ол тең болады. 2,24-ті қарады, ол 0,9904 алып тастаймын. 0,8849 алып таста. Сонымен тағы да бір қайталап өтем балалар. Мына жерде біз қазір қандай дискреттік шама, дискреттік емес қой біз. Біз үзіліссіз шаманы қаладық. Сондықтан мыналардың арасында айырмашылық жоқ. Мысалға P, Z кішіне тең 2,34 пен P, Z кіші 2,34-тің арасындағы айырмашылық жоқ. Міне кіші мен кішіне тең, немесе үлкен мен үлкеніне тең бірдей. Өйткені біз нені қарастырып жатырмыз? Үздіксіз шаманы қарастырып жатырмыз. Стандартты нормаль таралым берілген. Енді Z кішіне тең минус 1,2-ні табу керек. Біз білеміз, тағы да мағынасы бойынша ол Гаусс қисығының, мына жерде 0 тұр. Минус 1,2, міне 1, 2, 3 қой бізде астынан. Минус 1,2 шамамен мына жерде тұр, минус 1,2. Осыдан кіші жағын табу керек. Бірақ таблицаны қарасаңдар, таблицада бізде Z-тің қандай мәндері үшін ғана берілген? 10 мәндері. 10 теріс мәндері үшін берілмеген. Значит, Z-тің мына теріс мәндерін табу үшін дегеніміз, біз ол кезде мына симметрияның қасиетін қолданамыз. Мына аудан мен мына аудан тең ғой. Өйткені бізде Гаусс қисығы симметриялы ғой. Мына жерде 1,2-ден үлкен аудан тең емес пе? Міне мына аудан бізге табу керек. Бірақ мына ауданда бізде кестеде теріс сан жоқ болғандықтан оны оңға аламыз. Бұл мен мынау екеуі тең. Яғни мына суретке қойсақ, мына жерге қойсам, мынау мен мынау тең. Енді мына бір ауданды табу үшін оң жақты. Біз не істейміз енді? Бірден деген полный ғой, түгелі. Алып тастаймыз. Мына жақты алып тастақ болды емес пе? Давайте формула қойықшы мысалға. P, Z кішіне тең бір теріс сан дейік. Теріс санды қалай белгілейік? Минус A деп белгілейін. A деген оң сан болса жарайды. Осыны табу үшін не істейміз? Ол тең болады 1 алынған P, Z кішіне тең A. Түсіндір ма міне формула? Значит, тең деп жалғастырам ары қарай. 1 минус, енді таблицадан Z кішіне тең 1,2-ні қарайық. 0,8849. 849. Так, алып тастаңдар. 10 мыңнан 1151.
Так, көрейік онда. Міне мынаның ауданы ол тең болды мынаның ауданына. Көрдіңдер ме? Ал мынаның ауданы ол 1-ден 1 деген полныйдан. Мына жағын алып тастау. Сөйтіп жауабы бізде 1151 дұрыс.